әлемде ең жолы болғыш адамның физиогномисттер бетінде қандай белгі тапқан? Ол Хорватияда тұратын адам, Франо Сила, қазір өмірден өткен. Оның бетінде қандай белгі бар? Физиогномисттердің айтуы бойынша, оның қасының үстінде екінші қас сияқты сүйектен дуга сияқты тәрізді белгі, астында суретті қарайтын болсаңыз, сол белгі бойынша физиогномисттер осы сәттілікті көрсететін белгі деп айтады. Бұл кісі джекпоттан $1 миллион ұтқан, одан қалса 7 рет өлім аузынан қалған. Ол бірінші рет самолеттан ұшып бара жатқан кезде стюардесса қызға тиісем деп, сол кезде аварийный есік ашылып кетеді де, бұнымен қосып 19 адам құлап, ішінде ең аман қалған осы адам болған. Бұл үйіліп тұрған шөптің үстіне түсіп, ешқандай жарақатсыз аман есен қалған. Одан қалса поезда кетіп бара жатқан кезде поезд рельстен шығып кетеді де, қасында қанша адамдар қаза болады, ішінде тірі қалған осы адам болған. Одан қалса автобуста кетіп бара жатып, ол көпірден құлап, сол кезде бұл кісі аман қалған. Осындай автомобильде кетіп бара жатып, ол жолдан шығып кетіп, үлкен жаңағы қыр сияқты таудан шетінен құлап, бұл машинадан ұшып кетеді де, тағы да аман қалады. Осындай оқиға, 7 рет оқиға болған ішінде бұл кісі аман қалған. Бірақ көп адамдар айтады, бұл керісінше жолы болғыш адам емес, өйткені бұл осындай сәтсіз жағдайларға көп ұрынған деп айтады. Сіздің ойыңызша қандай? Бұл сәтті адам ба, сәтсіз адам ба? Осындай 7 рет осындай оқиғаға түсіп, аман есен қалып, одан қалса $1 миллион джекпоттан ұтқан. Осы жаңағы физиогномисттердің айтуы бойынша осы белгі адамдарға сәттілік алып келеді деді. Ол қаншалықты шындыққа жанасады? Сіздерде қандай